сіздермен. Менің аты-жөнім Мұқатай Аяна. Шамшақ ұлттық мектебінің 3-ші А сынып оқушысымын. Ғылыми жобамның тақырыбы таза Алматы, дені сау ұрпақ. Бүгінгі таңда Алматы қаласындағы ең өзекті экологиялық мәселе ауаның ластануы. Қалада көліктің көптігі, зауыттар мен жылу электр түтіні, сондай-ақ қыста көмір жағу салдарынан ауа сапасы төмендейді. Лас ауа адам денсаулығына зиян келтіреді. Бұл мәселе неге дәл қазір маңызды? Өйткені Алматы қаламыздың ең ірі қалаларының бірі. Мұнда мыңдаған балалар өмір сүреді. Ластанған ауа балалардың жүрегіне, өкпесіне зиян келтіреді. Түрлі аурулардың көбеюіне әсер етеді. Таза ауа дені сау ұрпақтың кепілі. Менің жобамның мақсаты адамдарды ауаны қорғауға шақыру. Егер біз ауаны таза ұстасақ, аурулар азаяды, балалардың денсаулығы жақсарады, табиғат қорғанады, қала өмір сүруге қолайлы болады. Таза Алматы жарқын болашақтың негізі. Біз не істеуіміз керекпіз? Қоқысты арнайы орынға тастау, ағаш отырғызу, сенбілікке қатысу, балама көліктерін айдау, көлікті аз айдау. Мен өзім сенбілікке қатыстым және мектептегі ағаш отырғызу акциясына қатыстым. Менің негізгі идеям өте қарапайым. Әр адам ауаны қорғауға үлес қосса, Алматы таза болады. Тазалық тек үлкендердің емес, әрқайсымыздың міндетіміз. Қорытындылай келе, Алматының ауасын қорғау, ол біздің болашағымызды қорғау деген сөз. Таза қалада өмір сүрген бала дені сау, білімді, бақытты болады. Сондықтан бәріміз бірге таза Алматы, дені сау ұрпақ деп айтайық. Рахмет.